Шаша келдім ғой. Етеген көп зат алып тастадым. Бірақ ақшам жетті. Папа өте көп ақша салып жіберді карточкаға. Сол керек заттың бәрін алып алдым. Так. Анашым, әкешім, мен келдім. Алло, анашым, әкешім. Үйде ешкім жоқ сияқты ғой. Онда мама папалар келмеген ғой деймін. Мен заттарымды қойып тастайын. Бірінші киімді ауыстырып алайыншы. Қандай заттар бар екен. Бүгін не кисем болады киімнен. Жарайды, осында кие салайын. Ал енді көрейін, не зат бар екен ішінде. Тұрып көре берейінші. Так, карточкамды мында қояйын. Так, кітаптары мен бірінші. Бұны мында қоям. Или қоя салайыншы. Сумкаларым. Маған тағы шкаф алу керек сияқты. Жарайды, мамама айта саламын. Папа сразу қойдырып береді ғой. Осы машинка қатты ұнатышы маған. Бұл менің төсегімде тұрады. Так, осындай бет кептіретін бірінен ке. Өте күшті. Бұны мен қоямын. Вот, мне осы маған қатты керек болғаны. Так, бұны мында қоямын. Вот, осы керек болған маған. Ой. Анашымдардың келетін уақыты болды ғой. Қайда жүр екен? Жарайды. Өзіме сағат. Ой, тағы бір сумкам. Так, өзіме оқитын кітап. Осындай сағат. Және өзімнің екеуімді қоя салайын. Все, болды. Мына сумкаларын пока что мұнда қоя салып тұрамын. Екеуміз шығатыста келейін. Ой, келдік қой, әйтеуір қызым кеп екен. Келген шығар. Ана қазір сыйлықтарды потом бересіне. Оған бір шкаф керек еді. Соны алып қою керек еді. Оны туған күніне қарсы аламыз. Туған күні де жақындап қалды. Жарайды, кел кір. Жарайды, қызым, біз келдік. Анашым, әкешім, келдіңіздер ме? Қызым, көзің жұма ғой, саған подаркымыз бар. Жұмдым. Не ол? Міне. Мән, косметика ғой. Анашым айтпақты, маған шкаф керек еді. Сумкем бәрі симай жатыр. Косметика да симайтын сияқты. Қазір мен киімді ауыстырайын, сосын өзім қойып берем, жарай ма? Жарайды, мән, косметика қатты ұнап тұр, мен кеттім көрем. Қызым, оны аңса болды ғой. Кеттік, ал киімімізді ауыстырайық. Ал қызым қалай, екі шкафың қалай? Әкешім, өте керемет қой. Қазір мен өзіме керек киімдерімді осы жаққа қойып қоямын. Қызымында қойып қоя сала ғой. Міне, енді киімім артық болды. Азақ болып қалды ғой киімім. Заттарым мына ішіне қоя сала астына. Жарайды. Міне, өте керемет болды. Енді сен косметикаңды ашып көріп ойнай берем. Жарайды. Так. Сабақ сөмкелерімді қойып қоймасам. Все болды. Енді косметикамды тез ашып көргім келіп тұр. Так. Бірінші ішінде осындай. Менде бар ғой бұл. Жарайды. Бірінші бізде спонж. Вау, қандай әдемі. Так, бұны да мында қоямын. Бетке себетін мынандай әдемі бірдеңе бар екен. Крем. Сосын осындай помада, крем тоже. Так, все, мынаны қазір мұзға тастайын. Өте күшті болды ше, маған қатты ұнады бүгінгі күнім. Түн батқан сияқты. Так, қазір мама тамақ істейді, соң күтейін. Кішкене өзімнің заттармен ойнай тұрайын. Қыздарым, жүріңдер. Отағасы, қызым. Жүріңдер тамақ шайға. Жүре ғой қызым. Бөлмең толып қапты ғой. Әкешім, өте күшті болды.
Жүрек осылтын тұста жүр тамаққа. Ой, шайға дегендей. Жарайды. Мә, анашы менің бар ғой, бөлмем деген толып қалғанға прям көп заттар болып. Енді қызым, бәр қыздың полкасы сөйтіп толып тұру керек. Иә, қыз. Иә, мама. Қызым, ертең сабаққа барасын, білесің бе? Иә, білем. Құралдарыңды алып қойдың ба? Иә, бәрін алып тігелеп қойдым. Ақшам артық қалды. Жарайды, оны ертең мектепке құртасың ғой. Жарайды, ас болсын, жүріне болып жатындар. Жарайды, қайырлы түн, анашым. Қайырлы түн, қызым. Жүр, кеттік, бізде жатайық. Так, кино балайын. Не, кітабыңды мұнда қоясыш? Мында қойдыра берсін. Міне. Сүймен жаттың, қайырлы түн. Қайырлы түн. Жақсы ұйықтап тұр. Менің пижамам қайда кетті? Все, қайырлы түн. Так, өзіме қайырлы түн. Ертең сабаққа ерте тұрым керек. Все. Достар, екінші сериясын ұнаса, тіке блог өтіп ұмытпаңыздар. Үшінші сериясын күтіңіздер. Всем пока.